Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін үй жағдайында наггетс жасайтын боламыз. Ең алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Тауықтың төс етін алып, ұзынша етіп, дәл видеодағыдай турап аламыз. Егер де менің жасап жатқан видеом сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сарымсағымызды турап аламыз. Лимонымыздың жарты бөлігін аламыз. Мариновкасын жасайтын боламыз. Ең бірінші тұзымызды, паприкамызды, қара бұрышымызды, сарымсағымызды, лимонымызды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Міне 10 минутымыз өтті. Енді жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тауық етімізді алып, ұнымызға аунатып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызға салып, кептірілген нан ұнтағын аунатамыз. Барлығын дәл видеодағыдай қайталап жасап шығамыз. Қызып тұрған майымызға салып, екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Наггетсыларымыз дайын болды. Міне барлықтарыңызға ас болсын, қалаған соусыңызбен ұсынсаңыз болады. Сіздермен бірге болған Ният Нұршат. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет.